Ассаламу алейкум, құрметтілерім. Бүгін біз сіздермен хачапури дайындайтын боламыз. Ол үшін 300 грамм айранды ыдысқа құйып, 1 қасық шекер, 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық сұйық май және 1 жұмыртқа салу керек. Мен жұмыртқаны видеода ұмытып кеттім, кейіннен салдым. Және онды салып, жұмсақтау етіп қамыр илеп аламыз. Начинканы дайындап қоямыз. Начинкасына 300 грамм сырды теркадан өткізіп қойдым. Және де осылай қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей 4 бөлікке бөліп, начинкаға 1 жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырып, шарик жасаймыз. Оны да 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп, шарик жасап алып, шетке дайындап қоямыз. Енді осылай қамырымызды жайып, арасынан начинканы салып, шет-шетін әдемілеп бөгеміз. Сөйтіп сырымыз шығып кетпейтіндей етіп. Барлығын арасына салып, осылай бөгіп қоямыз. Содан кейін шетінен бастап жаямыз. Осылай қамырды жаймас бұрын үстінен оқтаумен осылай басып, начинкасын біркелкі етіп ішіне жайып алған дұрыс. Жайып болғаннан соң осылай құрғақ табада май ештеңке құймай, осылай өзін 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Болғаннан кейін алып, 2 бетін сармай жағып қойсаңыз, дәмі керемет болып шығады. Видеоны лайк басып, достарымызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыз.